Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама қолдау көрсетіп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Мен бүгін сіздермен осындай кешкі асқа, түскі асқа жасауға болады және қонақтарға да ұялмай жасап бере алатын осындай тағамның рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін осындай батон нанды алып, кішкене суға езіп, сүтке езіп қойып қоясыздар. Ішіне сүт құйып, және де осындай жақсы, өте қатты майлы емес, орташа майлы фарш керек болады. Және де пиязды мен осылай блендерден өткізіп алдым. Пиязды және де оның үстіне бағанағы сүтке езген батонымызды саламыз. Өте қатты сықпаймыз, кішкене сүті қалу керек құрамында. Міне осылай бәрін салып алып, үстіне тұзымды, бұрышымды салып, қазір жақсылап тұрып фаршымды араластыратын боламын. Фаршымызды осылай әбден араластырып алғаннан кейін, біріккеннен кейін, енді осылай көтеріп алып, ыдысымызға соғамыз, яғни қаттырақ отбивать етіп аламыз. Кішкене бір 10 шақты рет осылай жасап, себебі фаршымыз жабыспай қалады. Сол себептен осылай жақсылап тұрып соғып аламыз. Міне осылай соғылған фаршымды 9 бөлікке бөлемін. Мен барлық құрамды описанияда қалдыратын боламын. Мен қазір оны дәл бәрі бірдей болып шығу үшін мен өлшеп алдым. Менде 97 граммнан келіп тұр. Біркелкі болып шығу үшін осылай өлшеп алдым. Сіздер өлшемей көзбен жасай берсеңіздер де болады. 9 бөліктің шамасы жақсы болады. 9-ға бөлінеді бір рецептіден. Міне осылай котлет құсатып жасап, жалпақтау қылып жайып, осылай протеинге салып қоя бересіздер. Мен барлық котлеттерім жасалып болды. Енді оның үстіне осылай майонездерді жұқалап жағып шығамын. Енді мына жерде менде суға піскен морковь бар, сәбіз. Сәбізді суға піскен сәбізімді күштің ірі көзіне өткізіп алып, осылай фарштың жаңа котлетім жасалып тұрған котлетімнің үстіне осылай жұқалап салып шығамын. Жұқалап салып шыққан сәбізімнің үстіне тағы да майонез жағып шығамын. Жеңілдеп қана. Енді менде мына жерде суға піскен картофым бар. Оны да осылай жаңағы үккіштің ірі көзіне өткізіп алып, котлеттің, морковьтың үстіне жаңада салатын боламын. Кішкене молдау, жақсы қылып салсаңыздар болады. 800 грамм картоп кетеді, және осыны мен 9-ға бөліп тұрып, бірдей мөлшерде бәріне бірдей алып салып шықтым. Енді қазір үстіне сырдан жасалатын массаны дайындаймын. Ол үшін осындай сыр алды. Моцарелла мен өте жақсы шығады. Басқа сырдан гөрі моцарелланы пайдаланып көріңіз. Және осы сырымның теркіден, яғни күштің ірі көзіне өткізілген сырымның үстіне майонезімді салдым. Қара бұрышымды және де бір зубчик чеснокты теркіден өткізіп салдым. Енді осы массаны жақсылап тұрып араластыратын боламын қазір қасықпен. Міне жақсылап араластырып, массамды біркелкі массаға айналдырамын. Және де осы біркелкі массаға айналған сырный массамды мен жаңаға дайын болып тұрған котлеттердің үстіне саламын. Шамамен 2 ас қасықтың шамасында кетеді әрбір котлеттің үстіне. Осылай жайып шығамын бәрінде. Және осылай дайын болған котлеттердің үстіне осылай бір помидордан осылай дөңгелектеп кесіп помидордан саламын. Енді осы дайын болған котлеттерімді мен духовкаде 180-200 градустың шамасында 25-30 минутта пісіріп аламын. Осындай өте әдемі, өте дәмді кешкі ас шықты. Өте сочный болады, жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер.